Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомыз комментарийде бір көрерменіміз сұрақ қойыпты. Сиыр соған байланысты бүгін сиырды қалай дұрыс иіту керек. Комментарийдегі ең сұрақтардың ішіндегі ең көп лайк жинаған сұрақ болатын. Сол себепті соған видео түсірейін деп отырмын. Көрерменіміздің сұрағына жауап ретінде. Бұзау емгенде, оны тез ауламайды, көбік шыққан шейін көрді. Сонда бұзауға алып қалмайды. Аржаңы сүт алып Орталай оқыс алса, бұзауға ол бәрін бұзау еміп тұр деп ойлайды, түгел береді. Дайындап қойады емшегіне. Сосын салса, ол ии береді, бір береді. Қайта-қайта иіткен Сиырды қайта-қайта иітіп үйреткен дұрыс емес. Оны бір реттік жақсылап еміздіртіп, бұзаудың аузынан көбік шыққанша жақсылап еміздіртіп, содан кейін алып, солай бір реттік қана, бірінші күнде аз берсе де, солай бір реттік қана салып үйрету керек. Солай ақырындап, ол бір мезгілдік сауға үйренеді, қайта-қайта бұзауын иітпейтін еғіп. Содан кейін тіпті емей жатса, алдына сиырдың жем қойып қойыңыздар. Сонда сиыр жақсы иіт, ойдың бәрі жемде болады, сиыр сүтіне алып қалды ойламайды. Сиыр бұзауын алып қалды ойламайды, жем жеп тұрған сиыр сондай болады. Достар, көрсететін боламыз, қалай болғанын. Мына сиырымызды бір реттік үйреткенбіз. Ол сиыр жем жейді, содан ойының бәрі жемде болады. Сүтін алып қалу ондайларды ойламайды. Тағы бір сиырымызды көрсететін боламыз. Достар, мына сиырымыз әбден көбік шыққанша еміздіртеміз бұзауды. Сонда сиыр бұзауға беріп тұрмын деп ойлайды. Ол сондай ойға келгендіктен ол сүтінің барлығын береді. Ол бір жолата барлық сүтін бермесе де күннен күнге осылайынан қоса береді, сүт қоса береді. Содан ол бір-ақ рет иігенге үйренеді осылайынан. Оны 2 рет, 3 рет иіте берсе, ол жаман үйреніп кетеді сиырдың. Сүті қайтып, сиыр кейін су алып кетеді. Мына сиыр сондай болған, біз оны солай үйретіп алдық. Бір реттік сауғанға салып сауғанға. Ал тіпті сиырларыңыз тұрмай тұрса, алдына жем қойып қойыңыздар. Сонда сиыр жақсы иіт, жем жеген сиыр. Осылайынан иітеміз. Бұзаудың аузынан осылайынан көбік ағады, тойғанбызда сүтке. Одан кейін сиырдың емшегін андай жейеді міне. Саусаңызда керемет сауылады. Осылай бәрі қарапайым. Сиырларыңызды 2-3 рет саудыртып үйретпеңіздер, ол жаман болады. Осылайынан бір реттікке үйреткен өздеріңізге де жақсы болады. Одан кейін сүтті қоса береді сиыр. Бұзауға шыққамайды, көбігіне бермейді, соған аз алып кетеді. Бұзаумен аузынан көбік аққанша еміздіртсеңіздер, сонда керемет болады. Осылайынан сиырларды сауа береміз күнде достар. Оны 2-3 рет саудатып үйретпеңіздер, ол жаман үйренеді. Мен қазір мына бұзауымызды жібереміз, барлығы бір-ақ рет салынады. Барлығын осылай арқандап, бір реттік қана сауып үйреткен біз. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Сиырларыңызды осылайынан үйретіп алыңыздар. Комментарийде тағы қандай мәселелер бар, жаза кетіңіздер. Біз бәріне жауап беруге тырысамыз. Барлық тақырыптарға видео түсіреміз. Осындай қандай мал аурулары бар, қандай тақырыпқа, қандай дәрілерге видео түсірейік, соны жаза кетіңіздер. Міндетті түрде түсіріп, комментарийде барлықтарыңызға жауап беріп отыратын боламын. Сіздермен болған Агро каналы. Осымен видеомыз аяқталды. Келесі видеода кездескенше.